Ado шкина. Менің новый жасаған чизкейкімді дәм көрейін деп отыр. Бисмилла. Күшті екен. Аспаз. Алдын батап бұзай деп отырмын. Карачайский, да, карачайский. Күшті ма? Қара кекілгені. Күшті болып, тарымен ғой бұл, Тарымен ортасы тары. Сырты талқан, әдемі, мықты. Күшті болып. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін тарымен, талқанмен чизкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге талқан, үгітілген печенье, қант, ерітілген сары май, тары және ыстық сүт қажет. Осы ыстық сүтімізді тарымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тұндырып қоямыз. Жақсы болып тұнып тұру керек. Енді бастаймыз. Талқанымыздың үстіне үгітілген печеньямызды салып, бір жақсы араластырып алып, үстіне қантымызды салып, және де осы ертіліп тұрған сары майымызды құятын боламыз. Қатты ыстық болмау керек. Осылай жақсылап ертілген майымызды құйып аламыз. Ал енді бәрін жақсылап араластыратын боламыз. Астынан үстіне құрғақ зат қалмау керек. Осы кесе өстіп видео түсіріп атқанда бір шыбын келіп қайта мазамды алып қоймады ғой. Қолмен итеріп қоям, қайта келеді. Сөйтіп видео қызық болып түсті ғой. Қыздар, оған мән бермейміз. Жақсылап өстіп араластырамыз. Енді қалпымызды дайындайтын боламыз. Осындай фольга алып, осындай 4 бұрышты қалып алып, осыны жақсылап жан-жағын орайтын боламыз. Менің формам осындай 4 бұрышты форма болып шықты. Сіздер дөңгелек пішінді форманы алсаңыздар да болады. Ал енді осыны жақсылап қалпымыздың үстіне формамызды дайындап қоямыз. Осылай дайындап қойған қалпымызға чизкейкіміздің қамырын тегістеп жаятын боламыз. Осылай әдемі қылып жанында бортикаларын жақсылап тегістеп дайындайтын боламыз. Ал енді қыздар, біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, қант, жұмыртқа, тарымыз, сливки қажет. Осы жұмсақ творожный сырымыздың үстіне 25 грамм крахмал, кукурузный крахмалымыз саламыз. Оны описанияға жазып кететін боламын. Қантымызды салдық, жұмыртқамызды салдық. Барлығын жақсылап осылай күрекшенің көмегімен араластыратын боламыз. Миксерді қолданбаймыз, қыздар. Творожный сырыңыз нәзік, жұмсақ болып тұру қажет. Осылай ақырын астынан үстінен алып, жақсылап араластыратын боламыз. Венчиктің көмегімен де араластырсаңыз болады, қыздар. Маған осылай күрекшемен араластырған ыңғайлы.
Ал енді қыздар, үстінен сливкимізді құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осылай күрекшенің көмегімен астынан үстіне алып, жақсылап осылай араластырамыз. Енді үстінен тарымызды саламыз. Тарымызда артық сүт, су болса, жақсылап тындырып аламыз қыздар, жақсылап сорғытып аламыз. Осылай енді жақсылап астынан үстінен араластырамыз. Осындай болып шығу керек қыздар. Ал енді формамыздың үстіне салмамызды салып, жан жақтарына жеткізіп, жақсылап тегістейтін боламыз. Осылай жақсылап тегістеп, алдын ала пешімізді 100 градуста жақсылап қыздырып қоямыз. Қыздар, 100 градуста 1,5 сағат пісу керек. Сол кезде өте нәзік, дәмді болып шығады. Және де пісіп болған соң 1 сағатқа шығарып қоямыз қыздар. 1 сағат жақсылап суы керек. Холодильникке салып қоямыз. Осылай ас болсын.